Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тез дайындалатын кекс түрін көрсететін боламын. Алдымен бізге керек бір жұмыртқа, шым тұз, 8 грамм ванильный сахар, 70 грамм қантымыз, 70 мг сұйық май, 80 мг сүтіміз, 10 грамм разрыхлитель және 150 грамм ұнымыз қажет болады. Ал сахарная пудра әдемі кекс піскенде үстінен сеуге өте күшті болады. Ең алдымен жұмыртқамызды аламыз. Үстіне қантымызды саламыз. Және де кішкене шым тұзымызды себеміз. Осыны жақсылап пенчиктің көмегімен араластырамыз. Сахарымызды құямыз. Және де келесі сұйық майымызды құямыз. Сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Енді үстіне жақсылап ұнымызды саламыз. Және де разрыхлителімізді саламыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. Мінекей осындай керемет тестамыз шықты. Өздеріңіз көріп отырғандай кез дайындалады. Енді дайын тұрған формаларымызға жақсылап құйып аламыз. Міне кекске арналған формамызға салдық. Енді қызып тұрған 180 градусқа духовкамызға 25 минутке пісіріп аламыз. Мінекей осындай керемет кекстарымыз шықты. Енді дәмін татсақ, міне осындай болады. Бөлген кезде міне осындай керемет жұмсақ. Қандай күшті, дәмі деген тіл үйреді. Сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде осыны үйде қайталаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып,
комментарий жазып кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.